Сәлеметсіздер ме? Эфирде не жаңалық айдары. Студияда мен, Іңкәр Балғалиева, және студия қонағы Жанерке Тайман. Жанерке болашақ журналист, биші, домбырашы, спортшы, үздік оқушы және мобилограф. Жанерке, қош келдің. Өзінде не жаңалық? Менде әзірге ешқандай жаңалық жоқ. Бұйырса, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалып жатырмын. Мобилография саласымен қашан және қалай айналыса бастадың? Мобилография саласымен 2025 жылдың қаңтар айынан бастап айналыса бастадым. Сол уақытта Инстаграмнан әртүрлі жарнамалар шыға бастады, видео түсіріп үйрену туралы. Менде неге үйренбеске, неге видеоны монтаждап үйренбеске деген сияқты ойлар бастап келген болатын. Сол себептен де курсқа жазылып, осы саланы бастадым. Осы бағытты кәсіби түрде дамытқан келе ме? Әрине, бұйырса басқа қалаға оқуға түскен кезде мобилография саласы ең тиімді сала деп ойлаймын. Себебі бұл сала даму жолында, және де қосымша тағы да оқығым келеді. Домбыра қазақтың ұлттық аспабы екенін бәріміз білеміз. Ал бұл саған нені білдіреді? Домбыра бұл жанды тыныштандыратын аспаптардың бірі деп ойлаймын. Соның ішінде көңіл толқыны күйі. Оның шығу тарихы әрине ерекше. Сәкен Тұрысбековтың күйі. Оны екі бірдей қызы қайтыс болған болатын. Сол ішіндегі мұңын шығару арқылы осы күй дүниеге келген болатын. Бұл күйді тарту арқылы адам ішіндегі мұңын шығара алады. Көптеген эмоциялар, қуанышты көңіл күй ала алады деп ойлаймын, тартып болғаннан кейін. Қандай спорт түрімен айналыстың және неге сол спорт түрін таңдадың? Мен таеквондо ГТ спортмен айналысқан болатынмын 3 жылдай уақыт. Кейіннен Ақтөбе қаласындағы жарыста аяғымнан жарақат, травма алуыма байланысты аяғым ісіп кете беретін болды. Содан кейін шығып кеткен болатынмын. Көптеген жарыстарға бардым, жүлделі орындар алдым. Соның ішінде Астана, Алматы, Шымкент қалаларына барған медальдар. Ақтөбеден де 1-ші орын алып, сол жарыста 3-ші орынға ілігіп, спорт шеберлігіне үміткер атағын алған болатынмын. Спорт пен оқуды біріктіру өте қиын болмады ма? Жоқ, керісінше айтар едім. Себебі спорт бұл жанды тыныштандыратын нәрселердің бірі. Өте арпалыс күннен кейін жаттығуға барып, бір демалу деп айтсам болады. Жарыстарда ерекше есте қалған сәт бар ма? Жарыста есте қалған сәт әрине бар. Ол Астана қаласына жарысқа баратын кезде таңғы 6-да пойыз жүретін болды. Сол кезде кенеттен аяқ асты температурам 40 градустан шыққан болатын. 2 күн бойы Астанаға жол жүргенде түспей, жарыста да солай 40 градус температурамен шыққан болатынмын. Бірақ та берілмей 2-ші орын алдым. Кейін үйге қайтқаннан кейін барып жазылған болатынмын. Тағы да бір қызықты сәт, ол осы жақында өткен конкурс жастардың 2025. Ол кезде поэзия оқып жатқан кезде микрофоным өшіп қалған болатын. Соған қарамастан мен бас жүлде алдым. Бимен неше жастан айналыса бастадың? Бимен мен бала кезімде бастаған болатынмын. Осы жақын жерде би студиясы болды кішкентай кезімде. Соған алғаш келіп қатыстым, көптеген жүлделерге ие болдым. Кейін ол зал жабылып қалып, 1-2 жылдай тоқтаттым да басқа жерге бардым. Әрине биде тұрақты болған жоқпын. Әр студия 1-2 жылдан ғана жұмыс істеді. Осылайша тек қана 5-6 жыл айналысқан шығармын. Кімнен сұхбат алғың келеді және неге ол адамнан? Сұхбат алғым келетін адамдар өте көп. Ешкімді бөліп жарғым келмейді. Барлық адамның ішіне үңіліп, ішкі сырларын білгім келеді. Ешқандай адамды бөліп жарып, мынау деп айта алмаймын. Өзіңді 3 сөзбен сипаттай аласың ба? Біріншісі сол әрине адалдық, екіншісі жан-жақтылық, үшіншісі ұқыптылық. Неге журналистика саласын таңдадың? Менде 8-ші сыныптан бастап негізі заңгер мамандығына түсу арманы болған болатын. 8, 9, 10-ші сыныпта осы салаға түсемін деп нақты таңдадым, бірақ та оған қосымша журналистика мамандығы жүрді. Кейін
курс алып бастаған кезде заңгер саласына бұл менікі емес деген секілді ойлар келген болатын. Кейін журналистика мамандығына қызығып, одан әрі ашылып, осы мамандықты менікі деп ойлап таңдаған болатынмын. Журналистика саласынан үлгі тұтар адамың бар ма? Әрине бар, ол бізде Құран Бейсенбек. Ол ағамыз қазір өмірден өтіп кеткен болатын, бірақ та кішкентай кезінде теледидардың алдында отырып, сол кісінің әңгімелерін кәдімгідей қатты беріліп тыңдап отыратын едім. Оның айтқан өнегесі, сөздері кәдімгідей басқаша бір сезімдерді сыйлайды. Егер де сенің өмірің жайлы кино түсіретін болса, атын қалай қояр едің? Киноның атын «Жарыққа ұмтылған жан» деп қояр едім. Ата-ананың саған жиі айтатын ақылы бар ма? Әрине олардың айтатын ақылы: біреуге ерме болма. Олар жаман жолға түсуі де мүмкін. Сен оларға еру арқылы өзіңді таба алмайсың деген күнде дастархан басында айтып отыратын әңгімелері, және де мен бұны дұрыс деп санаймын. Қазіргі жастардың көбісінің аузы лас деген секілді ғой. Сол себептен де олардың айтқан ақылдарын күнделікті тыңдап отырамын. Сенің жетістіктеріне қалай қуанады? Менің жетістіктеріме қарапайым тілмен айтатын болсам, жай ғана құтты болсын деп айтады. Бірақ та бұл сөздер мені одан әрі алға қарай жетелейді деп ойлаймын. Және де мен бұдан да үлкен жетістіктерге жетуім қажет деген секілді ойлар келеді. Мен үйге жүлде алып келсем, молодец, құтты болсын, жарайсың, келесе бұдан да үлкен бағындыра бер деген сияқты ғана сөздер айтылады. Үлкен отбасыда әр адам бөлек әлем. Сенің әлемің қандай? Көбісі айтады, ортаншы бала боласың, саған көңіл бөлмейді деген секілді, бірақ мен керісінше айтамын. Маған көңілдің бәрі жетеді. 15 жылдан кейін дүниеге келген баламын отбасымда. Және де күнде таңертең еркелетіп оятып, маңдайымнан сүйіп сабаққа жібереді. Барлық жетістіктерге жетуіме осы отбасым себепші. Үй ішіндегі жақын адамдарының саған қойған лақап аты қандай? Лақап аты мені көбінесе Еркетай деп атайды. Әкемнің айтатыны Ерқасан. Білмеймін неге ондай лақап ат қойғанын. Бірақ та сонда да жылы болып естіледі. Апамның қойған лақап аты ол Жанёка. Көбісі сөйтіп атайды. Ортаншы бала болудың қандай артықшылығы бар деп ойлайсың? Алдыңдағы ағаң мен апаң жете алмаған жетістіктерге олардың айтқан ақылы туралы сен жете аласың деп ойлаймын. Және де сол арқылы өзіңнен кейінгілерге үлгі бересің. Сіңіліңмен құрбы секілді сөйлесесің бе? Ол саған ішіндегі сырын айта ала ма? Иә, айтады. Күнделікті сабақта болған оқиғаларын айтады. Бірақ мен өзімнің сырымды неліктен екенін білмеймін, ешкімге айта алмаймын. Және де оған айтқым келетін міндетті заттардың бірі ол білім алу арқылы ол өзін дамыта алады. Білім бар жерде ол ешқашан да жеңілмейді. Осыны міндетті түрде оған жеткізгім келеді. Жүрегіне жақын адам дегенді қалай түсінесің? Жүрегіме жақын адам бұл маған сенетін, адал, мені әрқашанда қолдай білетін, қиын кезде қасымда болатын адамды айта аламын. Және де қандай қиыншылық болса да сені тастап кетпей, үнемі қасыңда болатын адам. Өзіңді қандай ортада жайлы сезіне аласың? Өзімді лас әңгімелері көп емес жерде. Яғни адамның сөйлеу мәнері қаншалықты жақсы, мен сол ортада соншалықты тез сіңісіп кетемін. Сен адамдармен қалай тіл табысып кете аласың? Адамдардың ішінде, қазақ тілімен айтқанда, комфорт адам болады ғой. Сол адамдарды сырттан бақылаймын. Кейін ол адам кәдімгідей жаныма жақын болып жатса, ұнап жатса, ол адаммен өзім бастап әңгіме айтып, осылай араласып кетемін. Егер кішкентай Жанеркемен қазіргі Жанерке әңгімелесе алса, қандай ақыл кеңес айтар едің? Мен кішкентай кезімде, COVID-19 карантин кезінде сабақ оқудан жайлап қалған болатынмын. Сол кездегі Жанеркеге қандай жағдай болса да тоқтама,
сен бәріне жетесің, қандай мақсат қойдың, соған жету керексің деген әңгімемді айтар едім. Себебі соның зардабын қазір көріп жүрмін десем болады. Мысалы, сол кездегі ағылшын деңгейім менің өте керемет болған болатын. Ал карантин кезінде онлайн да болмады, офлайн да болмады, далаға мүлдем шығуға болмады ғой. Сол кездегі ағылшын тілін ұмытып қалуым. Мысалы, мен Мақсұт Нәрікбаев атындағы университетке осы журналистика мамандығына түскім келді, бірақ та ол жақта тек ағылшын тілінде оқытқызады, және де IELTS тапсыру керек. Бірақ та менде оған әзірге мүмкіндігім жоқ. Жанерке, біздің не жаңалық айдарына алтындай уақытыңды бөліп келгенің үшін, сұхбат бергенің үшін рахмет. Алла расуларың көп болсын. Ал құрметті көрермендер, осымен Жанерке екеуміздің сұхбатымыз тәмам. Егер сіздерге біздің сұхбат ұнаса, лүпіл басып пікір қалдыра кетіңіздер. Аман сау болыңыздар.